Баршаңызға сәлем. Бүгін мен қуырдақ дайындайтын боламын. Қуырдақты кез келген малдың етінен дайындауға болады. Яғни қой немесе жылқы немесе сиыр еттерінен дайындауға болады. Бүгін менде жас жылқының еті, яғни қуырдаққа арналған ет жас болу керек, жас малдың еті болу керек. Сол кезде қуырдақтарыңыздың еті жұмсақ әрі өте дәмді болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Керекті азық-түліктердің барлығының мөлшерін төмендегі описаниеге қалдыратын боламын. Қуырдақты тек таза етпен және картошкамен ғана дайындауға болады. Бұл жолы мен аз-аздап өкпе, бүйрек, жүрек қостым. Ол енді әркімнің өз қалауы. Қызып тұрған қазанымызға сұйық май және тоң май салдым. Тоң майды салу-салмауларыңыз өз қалауларыңызбен. Қызып тұрған майымызға ең алдымен өкпені салдым. Өкпені алдын ала қуырып алу керек. Оны сәл қуырғаннан кейін келесі кезекте үстіне біртіндеп жүрек, бүйрек саламын. Барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырдақтың өзінің дәмі шығу үшін мен ешқандай да дәмдеуіш қоспаймын. Жалпы тамақтың кез келгеніне дәмдеуішті мен аз қолданамын. Тағамның өзінің дәмі шығу керек. Көп жағдайда дәмдеуіш көп болып кетсе, тамақтың дәмін бұзып жібереді. Міне осылай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Үстіне етімізді саламыз. Әрине мен тамаққа арналған етті, өкпені, бүйректі, жүректі барлығын алдын ала жуып, турап алып дайындап қойдым. Соны кезекпе-кезек салып жатырмын. 1 шай қасық тұзымды салдым. Барлығын араластырып қуырамыз. 1 немесе 2 бас пиязды турап, еттің үстіне салу керек. Араластырып қуырамыз. Картобымыз майда болса, сол күйі кетеді тамаққа. Егер сәл ірілеу болса, ортасынан бір-бір бөлу керек. Келесі кезекте сарымсағымызды да бөліп аламыз. Қуырылып жатқан еттің үстіне пиязымызды саламыз. Араластырып тағы да қуырамыз. Сарымсағымызды саламыз. Бір дана тәтті болгар бұрышын турап саламыз. Дәмі кіреді. Енді етіміз барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне біртіндеп картобымызды саламыз. Барлығын араластырып қуыру керек. Мен етті қуырып атқанда 1 шай қасық тұз салдым. Енді картопты салғаннан кейін тағы да 1 шай қасық тұз саламын. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңызбен салыңыздар. Дәмін кіргізу үшін 2 лавр жапырағын салдым. Барлығын жақсылап араластыру керек. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазанның түбіне картоптан, еттен бөлінген сөл шықты. Сол үшін мен қуырдаққа су құймаймын. Өйткені өзінен бөлінген сөл өзіне жеткілікті болады. Су құйса дәмсіздеу болып қалады. Қазанның астындағы отты бәсеңдетіп 20-30 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне қуырдағымыз дайын болды. Өздеріңіз де дайындап көріңіздер. Ас болсын.